Ассаламуалейкум барлықтарыңызға. Бүгін біз Шәмші Қалдаяқов атамыздың ең алғаш жазған әндерінің бірі «Қайықта» деген әнді үйренеміз. Бейнені соңында дейін көріңіздер, міндетті түрде үйреніп аласыздар. Ассаламуалейкум тағы да. Қараңыздар, мен бірінші ойнап шығайын, сосын үйренеміз. Бұлай басталады, мына көзден бірінші пернеден міне. Деп жалғаса береді. Ал енді үйренейік. Қараңыздар. Бірінші пернені ұстайсыздар. Қағыс, сол баяғы қағыс. Шәмші Қалдаяқовтың әндерінің қағысы. Вальс қағысы. Бірінші пернені ұстайсыздар. Басталады. Болсақ тағы деген жері. Болсақ тағы. Бір төмен үстіңгі шегін шертіп бастасаңыз болады, болмаса бірден бастауға болады. Міне. Болсақ. Мынаны төмен шерткеннен кейін мынаны бірінші пернені ұстап төмен шертесіздер. Одан кейін қайрадан тағы бір шертіп, сосын ашасыз. Соңғы осы шертумен екеуі бірге болады. Бірге дегенде тезірек ойналады міне. Бұлай болады. Осылай болады қосқанда. Сосын қайрадан бірге келеміз. Мынандай қағыс жасайсыздар. Алма кезек емес, секіртпелі қағыс, қосқанда бұлай болады. Әрі қарай. Болсақ тағы жаңа таныс деген жер. Наған бір төмен, сосын төртке барастыр. Бұғанды төмен. Бір, төрт. Сосын екіге келеміз, екінші саусақпен. Төмен жоғары кетеді. Сосын қайрадан бірге келеміз. Секіртпелі қағыс. Төмен жоғары, төмен жоғары. Қосқанда, екеуін қосқанда, болсақ тағы жаңа таныс деген жері. Осылай болды. Одан кейін бұл бұлай қойды. Бір, үстінен екі. Төмен, жоғары. Сосын ашасыздар, төмен кетеді. Қосқанда, сосын бірге барасыздар, жоғары кетеді. Қосқанда, сосын қайрын ашамыз. Төмен, жоғары кеткенде, мұнан бірді соқ боласыздар. Яғни секіртпелінің соңғы қағысында жоғары бар ғой, сол жоғарыға мұнан бірді соқ боласыздар. Осылай болады міне. Қосқанда, жалпы осы үйренген жерді қосқанда. Осылай болады. Тағы да көрсетем міне. Бір, екі үстінен. Төмен, жоғары. Ашасыздар бір. Сосын қайрадан бір мен екі. Бағана осы жерде бірді ғана көрсеткен сақтым, негізі бір мен екі болады. Қосқанда, сосын ашасыздар да, жоғары кеткенін аны ұстап қаласыздар. Қосқанда, сосын бұл бір үстінен екі.
қаққанда төмен жоғары. Сосын бір үстінен бас бармақ. Сосын бас бармақтың келгенде бірінші пернені төмен жоғары кетеді. Қосқанда екеуін осылай болады. Сосын үстін ашасыздар, асты бір болады. Екі так ойнаймыз. Енді осы ойналған ойналған жерді біз қосып көрейік. Қараңыздар, міне. Екі жол болды бізде, Ұшқыр қиял кет алыс деген жері. Бұл бір үстінен екі. Бір екіні ұстап төмен. Сосын ашамыз. Төмен жоғары болады. Сосын қайрадан бірді сайыстыр. Төмен жоғары болады. Екі үстінен бас бармақпен төрт. Секіртпелі қағыс. Төмен, сосын төмен жоғары, төмен жоғары. Қосқанда одан кейін ұшқыр қиял кет алыс. Енді кет алыс деген жері. Мынаны үйрендік. Одан кейін бір төмен жоғары. Сосын екі, төрт төмен жоғары кетеді. Сосын төртті параллельно төмен жоғары болғанда. Қосқанда сосын алты үстінен жеті. Секіртпелі қағыс. Секіртпелі дегеніміз бір төмен, сосын төмен жоғары, төмен жоғары. Осы жерге дейін қосайық. Бұйырмашы айыпқа деген жер. Одан кейін қалай кетеді бұл? Төрт үстінен алты, төмен алты, жеті, төмен жоғары болады. Төрт пен алты төмен, алты мен жеті төмен жоғары. Сосын сегіз астынан үстіне тоғыз. Қосқанда 8 мен 9-ға да төмен жоғары қағастыр. Қосқанда сосын 4-ке параллельдік нұсқамен келеміз. Параллельдік дегеніміз 4-ті бірге ұстайсыздар міне. Бұған бағанағы жерді бір көрсеттім. Яғни секіртпелінің ең соңында үстіне қаққанда бірді ұстап қаласын деп айтқан сияқты, дәл солай мұнда секіртпелінің ең соңында үстіне қаққан кезде алтын ұстап қаласыздар. Бұлай болады қағыс. Міне. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары кеткенде соңында мұна алтын ұстап қаламыз. Сосын қайырдан бұнда да солай міне. Соңындағы секіртпелінің соңғы қағысында екіге барамыз. В общем айтқанда, мына секіртпелінің бір жағымын жаққа, бір жағымын жаққа екіге кетеді міне. Осылай болады міне. Секіртпелі деп атқанымыз жаңағында төмен, сосын төмен, жоғары, төмен, жоғары. Міне, төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осылай болады. Бар жоғы ырғақты ритмге келдірістір. Неге келдірістір? Вальсқа келдірістір. Сосын бірге келеміз. 1, 2. Бұл секіртпелі қағыстағыда 1 үстінен 2. 1 жасайсыздар. Сосын аккорд өзгертесіздер. Қайырмаға келу үшін үстінен 1 ұстайсыздар. Қосқанда болады, жаңа соңғы жерді былай болады.
осылай болады. Тағы да көрсетемін міне. Былай істедік. Вроде түсінікті сияқты. Ары қарай қайырмас кетеді. Бірінші перненің осылайды шертуге болады. Бірден қолды жүгіртіп отырып. Болмаса қолды жүгіртуге нетсеңіз, қиын болса, онда үстіңгі алтыны ұстайсыз. Бір, алты үстіңгі, екеуді бір дыбыс. Осылайды шертуге болады. Так, жарайды, бірден үйретейін, бірінші перне. Астымен ойнаватырмыз ғой, бірден. Төмен, қайырмасы. Сосын 6, 7. Жоқ, параллельно. Осылай болады. 6, аккорд өйткені дұрыс болмайды сосын. 1 төмен, 6-ға, төмен жоғары. Сосын асты 8-ге барады. Сосын 9-ға барады асты, одан кейін. Осылай болады. 9-ға барғанда секіртпелі қағыз. Төмен, төмен жоғары, төмен жоғары. Қосқанда осылай болады. Сосын қайырдан бірге келеміз. Қайырмасын ұмыт қаптым ғой. Так, бұл бізде біріншісін көрсетем тағы да. 1, 6 параллельно, 8 асты, төмен жоғары. 9-ға барғанда секіртпелі қағыз. Сосын қайрадан бірге барамыз. 1 төмен, 9-ға барамыз. Төмен 2 рет. Сосын 8-ге барғанда үстіне қағу. Қосқанда осылай болады. 1, 9, 9, 8, сосын 6, үстінен 7 болады. Секіртпелі қағыз. Қосқанда, екеуін қосқанда жаңа үйренген жерін. Жыр толтыршы жаныма деген жер. Бұл 4-ті ұстаймыз параллельно. Бұлай оңай болады кішкір. 4-ті параллельно ұстайсыздар. Параллельно дегеніміз екеуін бірге, 4, үстіне 4. Төмен, 6-ға параллельно келеміз. Төмен жоғары болады. Сосын асты 8-ге келесіздерді. Төмен жоғары қағаздар. Қосқанда қайырдан бағанағы жері ұқсайды. Яғни 4 секіртпелінің ең соңында 6-ға баратын жері. Төмен, төмен жоғары, төмен жоғары 6-ға кететін. Осы жерге дейін қосып көрейікпін. Осы жерге. Тағы да қосам, жары толтыршы деген жері мынау, үйреніп отқан міне. 1 төмен, төмен жоғары, асты 8. Сосын бірге келеміз. Бұлда да секіртпелі, төмен, жоғары кеткенде ашасыздар міне. Сосын 1, үстінен 2. Секіртпелі қағыз. Одан кейін мына 3-ші саусақпен үстіңгі 3-ші пернеге барамыз. Бұл аккордтың өзгеруі. Бұлай болады сонда. Деп өзгеру керек. Найна деген жерге қалды енді. Бұл олай. Төмен ашасыздар. Сосын бірге келеміз.
төмен жоғары болады. Сосын 2 үстінен 4, бұған да төмен жоғары. Қосқанда сосын 4-ке барамыз. 4 қағып, секіртпелі қағысында соңында 6-ға барамыз. Бұл жерде неше рет ойнадық? Дәл сол қағыс қой. Сосын қосқанда төмен 2 рет 1-ге, сосын 4-ке жоғары кетеді. Қосқанда сосын қайрадан 4-тен бастаймыз. Төмен бастаймыз. 2, сосын 1. 1-ге келгенде секіртпелі қағыс. Қосқанда қойшы жерге келгенде қосып көрейік. Соңғысы қалды. Бір қағып қаласыздар, өйткені ән затак келеді соңында. Затак дегеніміз, яғни бір долясын жіберіп, одан кейін келесі долясына түсу деген сөз. Бір ұрып қаласыздар. Төмен ұрып қаласыздар. Төмен ұрып қаласыздар да, одан кейін төмен жоғары кетеді. Төмен жоғары. Сосын 1-ге келесіздер үстіңгі. Бұған да төмен жоғары. Қосқанда сосын 1 үстінен 2. Бір мен 2-ні бір қағып қаласыздар. Сосын 1-ге келіп төмен жоғары. Сосын ашамыз. Осы жерге дейін бекітіп көрейік көні. Осыны ойнадық. Бір ұрып қаламыз екінші перне. Сосын бірінші перне. Сосын ашамыз. Енді тез қосайық. Одан кейін 1, сосын үсті 2. Төмен жоғары. Секіртпелі. Сосын бас бармақ. Сосын бас бармақпен үстінен 1-ді ұстаймыз да төмен жоғары. Ашамыз. Екінші 2 так ойнаймыз. Енді осы соңғы жолды қосып көрейін жаңа. Одан кейін соңғы 2 жол қайталанады. Бітті, осымен сабақ аяқталды. Бейнені соңында дейін көріңіздер. Асықпай тоқтатып міндетті түрде үйреніп аласыздар. Бір бөлігін үйреттім ба, сол бөлігін үйреніп алыңыздар, паузаға қойыңыздар. Сосын келесі бөлімді үйреніңіздер, сөйтіп үйреніп аласыздар. Бастан бастап тағы да көрсетіп жүрейін, мен ақырын қараңыздар мені. Жақсы, достар, осымен сабақ аяқталды. Каналыма тіркеліп өтіңіздер, лайк басыңыздар, домбырашыларға, домбыра үйренемін деушілерге бөлісуді ұмытпаңыздар WhatsApp группаларға.
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі сабақтарда аманшылықпен кездесейік. Ассаламу алейкум.